Сәлеметсіздер, сіздермен болсын бақыт қызым. Отбасыңызды қуантуды ойласаңыз, сізге өте жеңіл әрі тез дайындалатын шүберек рецептісімен бөлісіп отырмын. Видеоның соңына дейін қарап, бағалап кетіңіз. Ең алдымен бізге ұн, фарш, орташа пияз, сұйық май және жылы су қажет болады. Жылы суымызға жарты қасық тұзымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Ол ерігенше ұнымызға 4-5 қасық сұйық майымызды қосамыз. Ол дегеніміз қамырымызды жеңіл, жұмсақ иленуіне өзінің көмегін тигізеді. Суымызды аз-аздан қоса отырып, қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымызды 15-20 минутке салфыңа салып тынықтырып қоямыз. Қамырымыз тынығып болғанша біз салмасын дайындаймыз. Ең алдымен фаршымызды аламыз. Менде мына жерде қойдың фаршы. Үккіштен немесе блендерден өткізсеңіз болады. Міне пиязымызды қосамыз. Кейін дәміне қарай тұз, бұрышын салып аламыз. Егер фарштың приправасы болса, соны қоссаңыз болады. Одан кейін біз салмамызға аздаған су қосамыз. Ол дегеніміз салмамыздың құрғақ боқымауын қамтамасыз етеді. Міне көрдіңіздер, суды қосқан сайын фаршымыз былжырап қалды. Осындай күйде болуға тиісті. Ол шөберек піскен кезде құрғақ боқылмайды. Міне тынығып алған қамырымызды рулетше созып, бірдей қылып бөліп аламыз. Егер сізде весы болса, весыға салып, бірдей қылып алсаңыз болады. Мен көз мөлшерімен алдым. Осылай дөңгелекше етіп жасап аламыз. Ол дөңгелек етіп жаюдың бірде-бір тәсілі. Міне қамырымызды жайып бастаймыз. Мұнда шөберектің қамырын қатты қағудың қажеті жоқ. Өйткені қамыр пісіп кетіп, ішіндегі салмасы піспей қалады. Жақсы жабысу үшін шетін сулап аламыз. Және егер сізде кескіш болса, кескішпен кесіп алыңыз. Мен вилкамен басып шықтым. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Мен дөңгелекше етіп жаямыз да, салмасын жұқа етіп жайып аламыз. Шетін сумен жағамыз. Яғни пісірген кезде ашылып, май шашырамайтын болады. Міне шөберектеріміз дайын болып қалды. Мінекей, оны матамен орап қоямыз, бетін жауып. Ал енді пісіруге кірісеміз. Орташа қызған майда пісіреміз. Қатты қызған майға салсаңыз, ол тез қызарып, ішіндегі салмасы піспей қалуы әбден мүмкін. Пісіру процесінде бетіне қасықпен майды құйып отырыңыз. Сонда шариктер пайда болып, үлпілдек, шөберек сіз пісіре аласыз. Екінші жағына аударған кезде де дәл солай сұйық майды құйып отырсаңыз, міне көріп отырғаныңыздай, кішкене шариктер пайда болады. Міне қыздар, шөберектерім дайын болды. Өте керемет дәмді болды. Менің балаларыма, күйеуіме өте қатты ұнады. Кешкі асымыз өте керемет өтті. Міне көріп отырғандарыңыздай қытырлақ өгіліп тұр. Іші құрғақ емес, мінекей көріп отырсыздар. Өте дәмді шықты. Қыздар, жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.